909 есеп тиімді тәсілмен есептеңдер дейді. Біріншісінде 4,2 көбейтілген 0,5 бөлу 1,5 көбейтілген 0,7-ге. Бұны ондық бөлшек түрінде бөлу беруге болады. Яғни бізде ондық бөлшектің қасиеті бойынша мына бөлгіштер бүтінге айналу, бүтін болу керек. Сонда өтірлерін бір рет жылжытамыз. Мұнда бір рет жылжыған кезде, мұнда бір рет жылжиды. Яғни алымында. Сонда 42 болады. Бөлімінде 15 жазамыз. Көбейту келесі. Мұна бөлуді де сөйтіп жазуға болады. Мұна 5 болады. Бөлімі 7 болады. Енді бұл жерде көбейткіштер алымын бөлімін бір санға бөлу арқылы қысқартуға болады. Екеуі де 5-ке бөлінеді. 5-ті 5-ке бөліп тастасам 1, бөлімінде 15-ті 5-ке бөлсем 3. 7-ге қысқарады. Мұнда 1, мұнда 6 қалады. 6-ны 3-ке бөлсем, сонда 2 бүтін шығады екен. Келесі екінші өрнек. Мұнда 2,4 көбейтілген 0,9 бөлу 4,5 көбейтілген 0,8. Өтір бір реттен жылжиды, сонда 24 көбейту 9 болады. Бөлу 45 көбейту 8. 8-ге қысқарады, 1 мұнда 3 болады. 9-ға қысқарады, 1 мұнда 5 болады. Сонда шығады 5-тен 3. Немесе ондық бөлшек түрінде 10 болу үшін 2-ке көйтем 10-нан 6, сонда жазам 0,6 деп жазуға болады екен. Немесе 3-ті 5-ке бөлу арқылы. Келесі үшінші. Мұнда 2,7 көбейтілген 4,3 бөлу 8,6 көбейтілген 0,3. Өтірлерін бір рет жылжытамыз, сонда 27 көбейтілген 43 бөлу 86 көбейтілген 3 болады. 3-ке қысқарады, 1 мұнда 9 болады. 43-ке қысқарады, 1 мұнда 2 қалады. Сонда шығады 2-ден 9. Мұны жай бөлшек түрінде 9-ды 2-ке бөлсем 4 бүтін 1 қалдық алымына жасалады. Немесе ондық бөлшек түрінде 5-ке көйтсем 10-нан 5, сонда 4 бүтін 10-нан 5 деп жазуға болады екен. Арғарай төртінші. Мұнда 6,4 көбейтілген 0,7 бөлу 1,6 көбейтілген 5,6. Сонда болады 64 көбейтілген 7 бөлімінде 16 көбейтілген 56. Сонда 16-ға қысқарады, 64 16-ға бөлінеді, 4 қалады. Мұнда 1 қалады. 56 мен 7-ге қысқарады, 1 мұнда 8 қалады. Сонда 4-ке қысқартуға болады мұнда. Мұнда 1, мұнда 2 қалады. Сонда бізде 2-ден 1 шығады екен. 2-ден 1 немесе 0,5 деп жазуға болады ондық бөлшек түрінде. Арғарай бесіншісінде 1,5 көбейтілген 7,2 бөлу 1,8 көбейтілген 7,5. Сонда мұнда бір рет жылжытамыз, бөлімінде бір рет жылжиды. Көбейтеміз, мұнда бір рет жылжығанда, өтір мұнда да бір рет жылжиды. Сонда 18-ге қысқартуға болады, 72 18-ге бөлінеді. Мұнда 1, мұнда 4 қалады 18-ге бөлгенде. 15-ге қысқартамыз, 1 мұнда 5 қалады. Сонда 5-тен 4 шығады екен. 5-тен 4 деп қалдыруға болады, немесе 0,8 деп жазуға болады. 6-шы өрнек. 1,3 көбейтілген 6,4 бөлу 0,8 көбейтілген 6,5. Өтір бір рет жылжиды. Мұнда 13 көбейту 64 болады. Мұнда 8 көбейту 65 болады. 13-ке қысқарады, 1 мұнда 5 қалады. 8-ге қысқарады, 1 мұнда 8 қалады. Сонда 5-тен 8 шығады екен. 8-ді 5-ке бөлсем 1 бүтін 3 қалдық алымына жасалады. 1 бүтін 5-тен 3 болады. Оны 1 бүтін 6 деп жазуға болады ондық бөлшек түрінде. Тоғыз есеп. Бірінші тапсырмасы. Тік төртбұрыштың ауданы метр квадрат дейді. Тік төртбұрыштың ұзындығын тап дейді. Егер істеп беріп қойғанда, төменіне мәнін беріп қойған. Сонда ауданы 17,194 метр квадрат дейді. Ені, яғни бірінші формуласын жазып ал деп тұр ғой бізге. 2,3 метрге тең ұзындықты тап дейді.
шешуі деп жазайық мұнда. Бізге тік төртбұрыштың ауданы ол ұзындығын еніне көбейткенге тең, иә? Осыдан біз ұзындығын табатын болсақ, ұзындығы А десек, Аны табу үшін ауданын еніне бөлеміз. Ендеше осы формулаға салайық. Ұзындығы тең болады, ауданы 17,94 бөлінген 2,3 болады. Үтір бір рет жылжиды, мұнда да бір рет жылжытамыз, сонда 179 бөлінген 4 болады. 179,4 болады, бөлу 23. Енді бөлуді орындаймыз. Сонда мынаны бөлетін болсақ, черновикке орындауға болады, немесе төменіне жазып салсақ та болады. Мынаның ішінде шамамен 7-ден береміз. 21, 2 ойда 14, ойдағы 2 мен 16. Мұнда 8, 1, 18 қалдық. Келесі өтір түседі, одан кейін 4. Бұның ішінде енді 8 рет. 24, 2 ойда 16, ойдағы 2 мен 18. 0 қалдық. Сонда шығады 7,8 метр. Ендеше жазамыз жауабы. Ұзындығы 7,8 метрге тең екен. Келесі екінші тапсырмасында көлемі 43,5 см куб мыс білеушенің көлемін жазып қояйық. 43,5 см куб. Білеушенің массасы М, 387,15 грамм. Қысқаша массасын М деп белгілеуге болады. Көлемі 1 см куб мыстың массасы неше грамм болады дейді. Біріншінің көлемі мынандай болғанда мынандай болады. Егер көлемі екінші көлем 1 см куб болатын болса, онда оның массасы 2 қанша болады деген сұрақ қойайық. Шешуі. Енді бұл жерде біз пропорциямен, яғни массасы көлем үлкен болған сайын массасы да үлкейеді ғой. Сонда ол тура пропорционал деп айтамыз. Яғни пропорция құратын болсақ, 43,5 см кубтың массасы 387,15 грамм. Ендеше 1 см кубтың массасы қанша грамм деп айтамыз. Енді белгісіз табу үшін екі белгілені көбейтіп, белгісіздің бұрышына бөлеміз. Сонда 387,15-ті бірге көбейтсек өзі шығады ғой. Сонда 387,15-ті бөлеміз 43,15-ке. Мұнда бүтінге айналдыру үшін өтір бір рет жылжиды, мұнда да бір рет жылжытамыз. Сонда 3871,15 бөлінген 435 болады. Бөлуді орындасақ болады, мұнда толық жазып. Мұның ішінде шамамен 9-дан берсек, 9-дан берсек аз кетеді, сондықтан 8-ден беру керек болады. 8-ден береміз. 40 нөл жазам 4 ойда, 24 ойдағы 4 пен 28, 2 ойда 32 ойдағы 2 мен 34. Азайтамыз 1, 9, мұнда 7 қалады, 391 қалдық. Келесі өтір түседі, одан кейін 5. Енді нешеден берсек болады? 9-дан берсек болады. 45, 5-ін жазам 4 ойда, 27 ойдағы 4 пен 31. 1-ін жазам 3 ойда, 36 ойдағы 3 пен 39. Сонда 0 қалдық. Яғни жауабы 8,9 грамм болады екен. Ендеше жазамыз жауабы. 1 см кубтың массасы 8,9 граммға тең болады екен.